Балалар, мен бүгін сендерді әдемі қалыптарыңда көргеніме өте қуаныштымын. Кел балалар, күлейік, күлкі менен түлейік, күлкі көңіл ашады, күліп өмір сүрейік. Балалар, сендердің бүгінгі көңіл күйлерің қандай? Біздің көңіл күйіміз тамаша. Енді осындай көтеріңкі көңіл күймен бүгінгі оқу әрекетімізді бастаймыз. Балалар, сендер айта қойыңдаршы, біздің апталық тақырыбымыз қалай аталады? Біздің апталық тақырыбымыз кім болам деп аталады. Ал балалар, біз осы кім болам тақырыбында кімдер туралы әңгімелестік? Меруерт, айта қой. Біз түрлі мамандық иелері туралы әңгімелестік. Ал балалар, қандай мамандық иелері болады екен қанекей, бәріміз есімізге түсіріп айтып көрейікші. Оң қолымда алмас қайшы, сол қолымда тарағым, мен шаштарай. Тыныштығым елімнің күзететін қашан, мен әскери қызметке. Әліппені үйрететін мен мұғалім. Кірпіш телді қалайтын, зәулім үйді салатын мен қылышы. Түрлі аурудан емдік дайы беретін мен дайгер. Ел қорғаны болатын мен полиция. Дәмді тағам пісіретін мен аспазшы. Қажетіне халықтың аямайтын еңбегін шеберді. Мен банк қызметкері. Қандай терде төгетін, желпен күрегетін, мен бақпаншы. Түрлі матадан киімдерді тігетін, мен тігінші. Болашақта мықты маман боламыз. Балалар, біз бүгін жүргізушінің еңбегімен танысатын боламыз. Қане айта қойыңдаршы, жүргізуші қандай қызмет атқарады? Жүргізуші көлікті жүргізеді. Жарайсыңдар. Енді жүргізуші қандай көліктерді жүргізеді екен, соны білу үшін ойын арқылы көліктердің түрлерін есімізге түсіріп атап өтеміз. Барлығымыз экранға назарымызды аударамыз. Ойынның аты әуе және жер, су деп аталады. Сендер көріп отқан көліктерді әуеде, жерде, суда жүретінін айтып өтесіңдер. Жер, су. Жарайсыңдар. Жер, әуе. Тамаша. Су. Жер, әуе. Тамаша балалар. Тамаша балалар, өте жақсы. Біз енді бүгін жерде жүретін көлікті жүргізетін жүргізушінің еңбегімен танысамыз. Балалар, менің дауысы? Менің дауысы естіп? Ой, балалар, бізге бүгін жүргізуші өзінің көлігімен келіпті. Саламатсыздар балалар. Жолда жүріп өлемін, жолаушылар тасимын, бағдар санға бағаны, сақтықты да ойлаған жүргізуші мен болам. Балалар, бізге жүргізуші келді. Ал енді біз сұрақшы, жүргізуші қалай жүргізуші болды екен, балалар? Ал, жүргізуші, сіздің атыңыз кім? Менің атым Бекболат. Ал, Бекболат, сен біздің балаларға айта қойшы, қалай жүргізуші болдыңыз сіз? Мен арнайы оқу орталығына барып, жүргізуші мамандығын оқыдым. Және жолдарды жүру ережесін, және машинаның тетіктерін қалай басқаруды үйретті. Содан бері маған мынандай жүргізуші куәлігін берді. Содан бері мен жүргізушімін. Балалар, көрдіңдер ме? Жүргізуші куәлігін алу үшін арнайы оқу орталығына барып оқу керек екен. Ол жақта бағдаршамның белгілерін және машинаның тетіктерін қалай басқаруды үйретеді екен. Қала көшелерінде машинаны жүргізіп үйретеді екен. Содан кейін барып Бекболат жүргізуші болыпты. Аны көрдіңдер ма балалар, кез келген адам жүргізуші бола алмайды екен. Мінекей, өзіңнің жүргізуші куәлігіңді салып қоя ғой Бекболат. Балалар, мен сендерге тапсырмалар әкелдім.
сендер соны орындасаңдар, сендер де сондай жүргізуші боласыңдар. Балалар, жүргізуші бізге тапсырмалар әкеліпті. Сол тапсырманы орындасақ дейді, бәріміз жүргізуші болып кетеді екенбіз. Балалар, сендердің Бекболат сияқты жүргізуші болғыларың келеді ме? Ендеше біз Бекболаттың әкелген тапсырмаларын қазір белсенділік орталықтарында орындайтын боламыз, балалар? Балалар, мен жолаушыларым күтіп қалғанша мен кетуім керек. Сау болыңыз. Сау болыңдар. Балалар, біз бүгін 4 белсенділік орталығында жұмыс жасаймыз. Бірінші әдебиет орталығы. Әдебиет орталығында біз компьютерден көліктердің түрлерін және оларды жүргізіп отырған жүргізушілердің қызметтерімен танысып, әңгімелейміз. Үшінші тапсырма кітапшамен жұмыс. Кітапшада көліктердің бір-біріне сәйкестендіріп, тауып ажыратасыңдар. Екінші өнер орталығы. Өнер орталығында жүк көлігін түрлі түсті құммен безендіріп, оның бейнесін жасап шығарамыз. Үшінші үстел үсті ойын орталығы. Бұл үстел үсті ойын орталығында шырпының қораптарынан машинаны және гаражды құрастырасыңдар. Төртінші желілі рөлді ойын орталығы. Бұл орталықта сіздер жүргізуші ойынын ойнайсыңдар. Әрқайсың рөлге бөлініп, жүргізуші, диспетчер, кассир, жолаушы болып ойын барысында көрсетесіңдер. Балалар, біздің алдымызда ақпарақта жүк көлігі бейнеленген. Қазір біз осы жүк көлігінің түстеріне қарай бөлшектерін әртүрлі құмдармен біз безендіреміз. Қазір мұны желімді аламыз. Біз бірінші бұның кузовынан бастаймыз. Көліктің жиегіне ғана сызықтың бойымен желімді жағып аламыз. Көрдіңдер ме, балалар? Желімді 2 рет жағуымыз керек. Жағып аламыз да желімді қоямыз. Сосын мына жердегі құмнан, енді қолмен алған ыңғайлы болады, балалар, қолмен алып, желім жаққан жерге құмымызды себеміз. Мінекей, желімнің үстінің барлығына сеуіп шығамыз. Балалар, көрдіңдер ме? Құмның үстіне желімді сеуіп шығамыз. Бұның түсі қандай, балалар? Түсі қызыл. Желімді сеуіп. Желімнің үстінің барлығына құмды сеуіп шықтық. Енді бұның келесі бөлігі бар. Ол кабина, балалармен қараңдар. Бұны желімді тағы жағып аламыз кабинаның сызықтың бойымен, балалар. Енді бұны көк түспен безендіреміз. Көк түсті құмды себеміз. Көрдіңдер ме? Құмымызды сеуіп жатырмыз. Желімнің жаққан жерімізге себеміз құмды. Енді бұл кабинаның терезесі бар екен, балалар. Терезесіне де желімді жағып аламыз. Терезеге жағып алдық. Және жасыл. Түсінікті ме, балалар? Осылай түрлі түсті құмдармен көлікті безендіреміз, жұмысқа кірісеміз. Келесі дөңгелегі қалды. Балалар, жасай берейікші. Дөңгелекті дөңгелетіп, желімді жағып аламыз. Бастаймыз.
Ал балалар, біз біраз жұмыс жасадық. Енді бойымызды сергіту үшін мен сендерді қимыл қозғалыс терапиясына шақырамыз. Қимыл қозғалыс терапиясын біз әуенмен жасаймыз. Кеттік балалар, ал көңілдірек. Кеттік. Тамаша. Балалар, жарайсыңдар. Балалар, біз бүгін үстел үсті ойын орталығында шырпының қораптарынан мынандай жүк көлігін жасаймыз. Мұны көрдіңдер ме? Жүк көлігінің өзінің бөлшектері бар екен, дөңгелегі, кабинасы, сосын кузовы бар екен. Мұны қараңдар. Қазір мен сендерге бұны қалай жасалғанын көрсетем. Барлығын мұқият қарап отырыңдар. Ол үшін шырпының қорабын ашамыз. Ашып, келесі шырпының қорабының ішін алып, оның бірінші бөлігін жасаймыз. Мінекей балалар, қараңдар. Енді бұның келесі бөлігі бар. Ол үшін біз желімді пайдаланамыз. Желімді ашып, ажырап кетпеу үшін арасына желімді жағып, екеуін желімдейміз. Бізге жүк көлігінің кузовы және кабинасы пайда болды. Енді мен бұған не жасауым керек, балалар? Дөңгелек жасауым керек, дұрыс айтасыңдар. Дөңгелек желімді салып алып, желімді жағып, кузовке дөңгелек жапсырамыз. Машинада неше дөңгелек болады, балалар? Неше дөңгелек болады, балалар? Неше дөңгелек болады, балалар, машинада? 4 дөңгелек болады. Желіммен біз 4 дөңгелегін желімдейміз. Балалар, қазір кірісеміз жұмысқа. Мұны көрдіңдер ме, балалар? Маған қараңдаршы. Менде тағы бір жүк көлігі пайда болды, мінекей. Көрдіңдер ме, балалар? Енді алдарыңдағы шырпының қораптарынан жүк көлігін жасауға кірісе қойыңдар, қане. Менің автобусым қай бағытта жүреді? Сіздің автобусыңыз Астана бағытына қарай жүреді. Жолға жүруге дайынсыз ба? Әрине дайынмын. Ендеше құжаттарыңызды беріңіз. Міне киіңіз. Құжаттарыңыз түгелі дұрыс екен, жолға шығуға болады. Енді дәрігерлік тексеруден өтіңіз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Тексеруден өтіңіз. Саламатсыз. Мен жолға шығатын едім, мен денсаулық тексеруден өттім. Жолға шығуға болады. Сау бол. Құрметті жолаушылар, Астана бағытына қатынайтын автобусқа билет алыңыздар. Құрметті жолаушылар, Астана бағытына қатынайтын автобусқа билет алыңыздар. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мана Астанаға бір билет. Кім, қай бала, қай орталықта жұмыс жасады? Кім айтады маған? Я Мерует айта ғой.
Мен өнер орталығында жұмыс жасадым. Онда мен жүк көлігін жасадым. Мен жүк көлігінің үстіне кілей жағып, құммен безендірдім. Жарайсың, Меруерт, рахмет. Ал балалар, тағы кім қай орталықта жұмыс жасады? Кім айтады? Нұрай айта ғой. Мен жеңіл ойын орталығында жұмыс жасадым. Онда біз жүргізуші ойын ойнадық. Онда мен кассир қызметін атқардым. Мен үстел ойын орталығында жұмыс жасадым. Онда мен шырпының құлағынан машина және гараж құрастырдым. Жарайсың, Данияр, отыра ғой. Мен әдебиет орталығында болдым. Онда жұмыс жасадым. Онда компьютерден машинаның суреттерін көріп, әңгімеледім. Балалар, бүгін сендер жүргізуші Бекболаттың әкелген тапсырмасын өте жақсы орындадыңдар. Енді барлығымыз жүргізуші Бекболатты жолаушылар күтіп отыр екен. Жүргізуші еңбегі деген өлеңімізді айтып, Бекболатқа сый құрмет көрсетіп, Бекболатты шығарып салайық. Кәнекей, Бекболат келе ғой, біздің балаларымыз сізге өлең арнайды. Олай болса, балалар, барлығымыз Бекболатқа сау болыңыз айтайық қане. Сау бол, Бекболат! Сау бол, Бекболат! Ал Бекболат, сау бол. Бізге тағы да келіп тұр, біздің балалар сені тағы да күтеді. Балалар, сендердің маған бүгінгі оқу әрекетінде жасаған барлық белсенділік орталықтарындағы тапсырмаларың ұнады. Енді өздерің қалаған орталықтарыңа барып, емін-еркін жұмыс жасауларыңа болады.